Дәл солай қымбатты тыңдаушы, баршаңызға қайырлы таң. Әдеттегідей жұманың ақ таңында студия төрінде Нұрлан Байжігітұлы және мен Ділбар Ерсайынқызы. Бұл киелі кеңістік бағдарламасы. Қош келдіңіз. Қош болдық, ассалаумағалейкум ардақты қазақ елі JFM әуе толқынында мен Нұрлан Имам және Ділбар қарындастарыңыз сіздердің қызметтеріңізде боламыз. Бүгін біз тамаша тақырыпты ортаға шығарып отырмыз. Ол жалқау адамға мал жуысмас. Әрине, Абай атамыздың даналығына сүйенсек, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол деді. 5 дұшпанымызды нақтылап айтып кетті. Соның бірі еріншектік, жалқаулық. Осы тұрғысында жалқаулық, еріншектік деген не? Әңгіменің әрісін содан бастайды. Жалқаулық өзі жаңағы Абай атамыз айтқандай хадисте де келген, тіпті Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарымыз осы жалқаулықтан пана сұраған Құдайдан, пайғамбар болып тұрып, және оны бізге үлгі қылған. Енді қараңыздар, Алла тағала да бұл нәрседен сақтануға шақырады. Негізі жалқаулықтың арабша атын айтсам таң қаласыз. Жалқаулықты араб тілінде касал дейді. Кесел, біздің кесел, дерт дәл өзі, ол бір дерт. Енді біз 70-те ардақты ақсақал болмақ үшін, 60-та ел ағасы болып, 50-де нағыз елдің ағасы болып, одан кейін 40-да қамал алып, 30-да орда бұзу үшін 20 жасына жалқау болмасын депті ғалымдар. 20 жастың нағыз жалқаулықтың пісетін жері. Енді жалқаулықтың орны қай жер десе, қазір бүгінгі таңдағы орны диван болып қалды ғой. Диванда жатып алып, тек қана арманшыл болып, бір әйтеуір бір байығанда, әйтеуір бір жетермін менде деп, ешқандай қозғалыс жасамай, еңбек етпей, тағы да кейбір имамаллаларға хабарласып, мынандай дұға бар ма, жалқаулықты емдеп жіберетін, тез бай болып кететін деген нәрсенің барлығы түптің түбі жалқаулық қалып барады. Неге? Өйткені еңбек, маңдай тер төгу, әрекет ету, оқу, іздену, талпынудың бәрін тастап, тек қана жеңіл пайда табу, жеңіл нәрсенің астымен, ауырдың үстімен жүріп кетудің жолын іздеген адам сол жалқаулыққа барып тіреледі. Бұл кесел кәдімгі. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам: Аллахумма инни аузу бика минал ажзи вал касал. Ей Раббым Алла, мені соқыр болып қалудан, және көрмей қалудан, кәдімгі кеселдікпен ауыру болып қалудан, және жалқаулықтан, араб тіліндегі жаңа айтқан вал касали, осыдан сақта, маған көмек бер деген. Сондықтан балаларымызды жалқаулықтан тәрбиелеу, одан қайтару, жалқаулықтың кедейліктің жолы, қасіреттің бастамасы, өкініштің ордасы екенін түсіне білу керек. Содан басталады, ары қарай бұл адамның дене жалқаулығы түбі рухани жалқаулыққа өтіп, рухани ми жалқаулығы болып, ең соңында анау қартайған кезде алжыған деген осыдан шығады өзі. Сондықтан әрекет етсе, ешқашан әрекеті бар, ойы бар, ойшыл адам, одан кейін қимылы бар адам, өзі ерте тұру, осының барлығы жалқаулықтың емі ғой. Соның біреуі жаңамыз айтайық, таң намаз. Таң намазына тұрған адам жалқау болмау керек. Яғни жалқау болса таң намаз оқи алмайды. Таң намазына тұрып, өзінің нәпсін бағындырып, соны тізгіндеп, содан кейін ерте тұрған еркектің ырысы артық болып, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық болады деген бабаларымыз жолы осы. Тәубе, шүкір деп өзін-өзі алдап, барға қанағат етіп жүрмін ғой дейтін түсініктер бар. Осы тұрғыда не айтасыз? Жалпы тәубе шүкір ешкімге кедергі емес. Тәубе шүкір ақшаң көп болып, әрекет жасап байып жатсаң, онда жағдай жоққа жәрдем бересіз. Ағайынға болсасыз, балаңның ертеңгі күніне әрекет жасайсыз, оқу қимылына тірлік жасайсыз. Сондықтан еркелік жолдың өзі жақсы, тәубе шүкір деген жақсы нәрсе, бірақ ол жаңа айтқан тек қана отыра беріп, біреудің мойнына масыл болып, біреуге әйтеуір жұмыс істесе екен деп, қазіргі уақытта еркек кей кезде әйелге масыл болып, әйелдер еркекке масыл болып, балалар ата-анаға масыл болып, ата-ана балаға масыл болмаудың жолын іздеу керек. Балалар бағу керек шығар бізде. Бірақ жаңаға өзі әрекет ете алса адам, әрекет үйрену керек. Пайғамбарымызға жәрдем берші деп сұраған кезде біреу келіп, аяқ қолы бүтін, бәрі балғадай сау. Бұл адамға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кәдімгі сап берген. Барып балта істеп алып, балта саптап берген. Барып отыныңды шауып, өзің наныңды өзің табайын алайын. Еңбектен деген, қарап отыра берме. Кім әкеп береді маған, кім алма піс, аузыма түс деген, бұл өте бір жалқаулықтың басы. Түбі байым ғой, жаңа сияқты дұғаларды оқи салсам, бірден байып кетемін. Көп келеді кітаптарда, хадисте де келеді, уақиға сүресін оқыса, адам бай болады деп. Бірақ ол байлық деген сөз сен әрекетің болу керек.
одан кейін барып мына қарыздан құтылудың дұғасы, ешқандай әрекет жоқ, тек қана дұға қылып байи берсем дейді. Немесе Меккеге барып келсе қарыздан құтыласың деген бір умраға барса қарыздан құтылып кетеді. Сен қарыздан құтылу үшін бірінші қарыздан құтыл, содан кейін барып Меккеге бар. Біздікілер барып келгеннен кейін құтыламын дейді да. Жоқ, мен былай деп айтайын. Қайтыс болған қарызы бар адамның керек десе әйтеуір үйтіп бүйтіп желей салу керек оны. Оған матаға, мал шығындап, ресторан шығындап жалдаудың бір тиынға қажеті жоқ. Оның қарызын артынан жылап жүрген адамдардың ақысын беру керек. Оның не керегі бар? Оған бүкіл жаңағы шикарный қылып елді көрсетіп, мақтанып, міне мен шығарып салдым деген атақты керегі жоқ. Қарызын беру керек. Яғни адам жалқаулықтан, еріншектіктен, бұл үлкен бір тамағы тоқ болып, өзі тоқ болып, әйтеуір бір жегенім бар, жаңағы уайымсыз қара суға семіреді деп, жатып алып қара суға семіріп, телефонды шұқып, тек қана таңның атқанынан кешін басқаны, одан қалса еркек болса әйелді аңдып, әйел болса елді аңдып, біреудің көңіліне масыл болып келетін. Әсіресе мына соңғы уақыт жастардың осындай көбейіп бара жатқандығы бізге де келеді. Жәрдем беріңіздер, мен қарыз болып қалдым, бүйтіп қалдым, сөйтіп қалдым. Немесе аяқ қолы балғадай азаматтардың мешітте тұрып, немесе басқа да бір қоғамдық жерде тұрып алып, қайыр тіленіп, тілемшілік бұл жасауы. Бұл тілемшілік жасаған адам ол есіктен ешқашан шыға алмайды оңайлықпен. Оны сондай, өйткені ол барып қолын ашықтан ашық жаю үшін бетіндегі ары намысы жыртылу керек. Сол бір рет жыртылды ма, болды, ары қарай сіз енді сізге ең адамның, енді атамыз қазақ малым арымның садақасы, арым жаным садақасы дейді ғой. Түгел бұл бәрін малдық дүние, байлық үшін, нәпсі үшін құрбандыққа шалғаннан кейін бұл адамға киелі құтты дүние қалмай қалады. Сондықтан бұл ешкімнің алдына арланбайды. Ей, балаң өсіп қалды ғой, ел көріп тұр ғой, Құдай жекжаттан ұят қой деген болмайды. Қолын жайып сұрай береді. Иә, мұқтаж адам бар. Иә, халықтың көмегіне зәру адам бар. Бірақ қолын жаю, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқандай, біреудің жаңағы жалқаулық қалып келеді бұның барлығы. Жаңағы қолданған пастасы немесе тіс жуған дүниесінің қалдығын соның өзін сұрамауға тырыс дейді. Егер сұрамайтын болса, онда ол жалқаулықтан шығады, өзі әрекеттенеді, өзі табады, өзі жұмыс істейді, және ол табысының дәмі өзіне тәтті болады. Иә, еңбектің наны тәтті. Тап солай. Еңбек түбі береке дейміз. Күні кеше ғана осы студияда, кешкі бағдарламада біз қарызсыз қоғам жобасының жетекшісімен сұхбаттастық. Сол кезде де қазір өкінішке қарай тұтынушылық несие саны артып кетті. Халықтың қарызы көп дейді банктың алдына. Және сол қарыздан құтылудың жолдарын кейбірі білмейді, тіпті білуге де ерінеді дейді, ізденуге ерінеді дейді. Демек, еріншектік жалқаулық адамның қарызға батуына әкеп соқтырады. Не болмаса қарызға батуы ол да бір жалқаулықтың белгісі дейміз ғой. Адам кейде мұқтаждықпен де қарыз алады. Мәселе ол емес. Бұл жердегі ең негізгі екі нәрсеге назар аудару керек. Бірінші, қарыз алғандағы ниеті, түбі құтыламын, түбі беремін деген ниет. Алдамау керек. Яғни алған адамды, мейлі өкіметті, банкты алдауға болатын шығар адамды. Бірақ түптің түбінде сол алдаған дүниең басыңды екінші қарызға тығып жібереді. Қазір көп адамдардың уайымы осы. Бір қарызды бір қарызбен жабады, біреудікін аны бұға, бұны аға жауып, сол айналымнан шыр көбелектен шыға алмайды. Неге? Өйткені ең бірінші құйған қалыбы қисық бұның. Ниеті дұрыс емес. Яғни, береміз ғой, не болсыншы, көшіп бара жатқан жоқпыз ғой деген сияқты әйтеуір бір береміз, жалқаулық. Енді сөйткен адамның өзі еңбектеніп шетінен берсе де ризасын ғой. Жоқ, өзі шетелге барып қыдырады, бала шағасымен қызықтырып суреттерін әлеуметтік желіге салады, тәтті тамақ жейді. Кезінде Осман сұлтанның алдына біреу келіп, бір сөз естіліпті Осман патшасына, Осман империясының Мехметке қойдым, жаңылмасам, біреу қарызын бермей жүр деп. Соны патша айтты, шақырыңдар оны менің құзырыма депті. Енді ана қарыздар адамды патша шақырса, әлгі адам тағы да қарызға кіріп, қымбат сәйгүлік алып, қымбат сәйгүлікпен кіріп кепті. Бір емес, лимузинмен кіріп келгенде екі-үшеуін қатар қойып кепті. Бұрынғысын, қазіргісін бәрін алып келіп, содан кейін бәрі салтанатпен кіргеннің алдында патша айтты, бұл кірген кезде атын түгел шығарыңдар да дүниесімен қосып сатып жіберіңдер бәрін депті нөкерлеріне. Сонымен әлгі кісі кіріп патшамен бірге шай ішіп, екеуі сыртқа шықса, жылқылары ештеңе жоқ дейді аттары. Қалай десе, қарыз алып атпен жүргенше депті, біреуге ешкімге қарызсыз болып жаяу жүргенің артық депті ғой. Тура сол сияқты біз қарыздықтың ең жақсы дүниесі мынау құтылудың жолын іздеу. Қазір осы жаңа сіз қарсыз қоғам дедіңіз ғой, Аманат партиясының жаңылмасам несі болады, бағдарламасы. Сол бағдарламада мына ауылдық жерлерде, Жамбыл облысында, Меркі ауданында тағы 1-2 жерде олар қарсыз қоғам бағдарламасына дүние жасалды, еңбек салды.
соның ішінде мына теплица жасады, жылы жай дейміз ғой. Сол теплицада мысал келтіргім келіп тұр да жалқаулыққа. Мысал айтайық, қазіргі соңғы технологиялар бойынша топырақтың бетін қара салафанмен жауып қоясыз да, астына ұрық егіп, бір кішкене жерін сәл мына қаламның ұшына қылып тесіп қоясыз. Ауа кірсін деп. Сонда жаңағы өсіп шыққан, ылғалдықпен өсіп шыққан мейлі қай көшет болса да, мынау тесікке қарай ұмтылып, сол тесікті жарып шығады. Бұл сізбен бізге сол өсімдіктен ибарат. Адам әрекет ету керек. Жалқаулықтан сол кішкентай тесік болса, сол тесікке қарай бойлау керек. Құмырсқа, кішкентай ғана құмырсқа, Құранда құмырсқа сүресі бар. Құмырсқа өзі жүріп келе жатып, бір кішкентай ғана спичка дейміз, шырпыға келіп тірелсе, ол үстінен атта секіріп өте алмайды. Не істейді? Ол оңға қарай жүреді. Айналып өтеді. Дұрыс айтасыз. Оңға жүреді. Оң жақ сәл ұзын болса, қайтадан бұрылып ізімен солға кетеді. Әйтеуір сол шырпыны кешке дейін әйтеуір айналып өтеді. Еңбек. Ара туралы сүреде бар ғой? Ара туралы да сүре бар. Намл нахл. Енді осы сүрелердегі осы мысал, яғни пенденің әрекетшіл болуы, тоқтап қалмауы, жалқаулықтың ең бірінші жолы не деген кезде құтылудың? Не ол, қалай ойлайсыз? Өзіңіздің нәпсіңізді жеңіп әрекет ету шығар? Содан бұрын. Соның барлығы неден басталады? Ниеттен? Жоқ. Ниетім бар. Жалқаулықтан құтылудың ең бірінші жолы отырған орнынан тұру. Жата бермеу. Өте қарапайым екен ғой? Жатып алып, армандап 2030-да байимын, Құдай қаласа арабтардан озып кетеміз деген ол жай нәрсе. Әрекет етпесең ешкімнен де озамайсың. Өзіңнен өзің үйдегі мысықтан қалып қаласың. Сондықтан адам өзі тұру керек. Анау жаңағы жайлап жамбастап жата бермеу керек, талпыну керек. Ел бар, жұрт бар. Атаң қазақ сол үшін айтқан. Үйде жатқан ақылдыдан дейді, далада жүрген ақмақ артық дейді. Өйткені ақмақ болса да ол көріп, мыналар бүйтіп жатыр екен, теплица деген шығыпты, сотовый телефон деген шығыпты деп елден үйреніп соған талпынады. Үйде жатып отыра берсең не болады? Қараңғайдың үстіне қараңғыланып, адам елден көштен қалып қояды. Сондықтан әйтеуір үйде жүр керек. Еркек адамда жалқау болмас үшін үйдегі әйелдер еркекті үйден шығарып жіберу керек. Мақтап тамағын беріп, түгі жоқ болса да кезінде Қожанасыр үйде жата берсе, апамыз қоймай қойыпты, сыртқа шық жалқауланбай деп. Содан не істеймін десе, үйдегі тығып жүрген соңғы ақша бар, соны барып ерте барсаң, Құдай саған береді деп үйден ерте шығарып жіберген екен. Содан ерте шығарып жіберіп, Қожекең барып, базар көрмеген таң азанда барып, алыс-салысты көріп, аузынан қайып, жарықтық жүрсе, қалтасындағы ақшасын ұрлап апты бір пысық. Соны ұрлап алса, әйеліне келіп, ең соңғы ақшаны ұрлаттым, ал не болды? Ал сен айтқан тыңдадым да жаман болды ғаны десе айтады дейді. Қожеке деп айтады. Неге десе, Құдай сенен де ерте тұрған біреуге берді депті ғой. Сөзді соңғы қолға жоқ. Сондықтан ерте тұрғанға Құдай сөзсіз нәсібі берері бар. Ал ерте тұрудың көрінісіне жалқаулықты жеңу деген сөз. Тамаша. Алғашқы сұрақ келіп түсті тыңдаушыдан. Ассалаумағалейкум Нұрлан аға. Балам студент, оқуға барғысы келмейді, бәрін ертең деп ысырып қоя береді, кейде мотивация жоқ деп те айтады. Шын мәнінде бұл жалқаулық па, әлде қазіргі жастардың басқа бір мәселесі бар ма дейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям бұл туралы жақсы айтқан, хадисте келеді бұл нәрсе. Көп адамдар ертең деген сөзге алданған дейді. Яғни бұл жалқаулық. Жалқаулықтан басқа еш нәрсе емес. Ертең істеймін, бүгінгі істі ертеңге қалдырғаның жалқаулыққа аяқтан шалдырғаның деп Бұхар шариғат атамыз айтады. Бұл аяқтан шалынды. Сондықтан бұны жеңу керек. Жалқаулықты жеңетін бірнеше несі бар, жолдар, соны әрекетін жасау керек. Біз бұны хабар барысында айтамыз. Тағы бір сұрақ. Бала күнімде ата-анам бізді еңбекке баулыды, ал қазір балаларым үй шаруасына мүлдем көмектеспейді. Негізі балаларды неше жастан үй шаруасына баулыған дұрыс дейді Айгүл есімді тыңдаушымыз. Өзі Лұқпан Әкім бабамыздың жақсы сөзі бар ғой. Лұқпан Әкім бабамыз не айтады? Бір әйел келіп, мен баламды тәрбиелейін деп едім дегенде, балаң нешеде дегенде, 6 айлық дей ма, 4 айлық дегенде, 4 ай кешігіп қайда жүрсің деген. Яғни баланы туғаннан, немесе туардан алдын, дүниеге келерден алдын. Оны тіпті мен айтқан болардым үйленерден. Еркек адам кімге үйленіп жатыр? Құдай қосқан жары қандай? Күнде таптым, күнде жоқ, айда таптым, айда жоқ деп ішкеннің үстіне одан қалғанды бетіне шаптай берсе ешқашан жарымайды. Бірі екеу болмайды ешқашан. Әрекеті адамның болмайынша Құдай ешқашан берекетін бермейді. Адам қимылын жасайды. Шегірткенен қорыққан бидай екпейді дейді. Адам өзі әрекетін жасайды. Ар жағын Құдайға табыстайды. Жаңағы Қожанасыр дейміз ғой. Қожанасыр өте жалқау болған деп айтылады ғой өзі тарихта. Бүйтіп жерге қарап отырыпты. Жерге қарап тұр дейді, үлкен бірнеше гектар жер екен. Содан кейін қасына келіп, Қожеке, неге қарап тұрсыз десе, осы жерге жуа ексем, пияз ексем депті. Сарымсағым ба ексем.
соны көктемде суарып, шөбін тазалап, соны жаңа күзде жинап, соны қайда өткізем ойланып тұрмын деген екен ғой. Бұл әлі еккенде жоқ Тап солай міне. Біздің жалқаулығымыздың басы осы. Құр жатқан әрекетсіз арман дейді. Осы арман негізі дұрыс. Бізді жетектеген, бізге мотивация берген, бізге серпін берген арман. Бірақ сол арманға қол созу үшін бірінші қолды созып, әрекет істеп, орнынан тұру керек. Жатып алып армандай берсең, ешқашан арманыңа адам жетпейді. Тағы бір сұрақ, сәлеметсіздер ме? Күйеуімнің қолынан бәрі келеді, бірақ бір іске кірісуге ерінеді, бастаймын дейді де кейін ұмытады. Мұндайда әйел ретінде мен не істей алам? Жалқау адамды өзгертудің жолы бар ма дейді. Жалқау адамды өзгертудің жолы әлбетте бар. Еркек адам мынау кішкене қазір бұрынғы кезде еркек ондай емес еді. Қазір еркектердің жүректері нәзік, бәрандай қазір тілмен айтқанда женственный болып қалған, жүректері нәзік, жұмсақ, мақтағанды жақсы көреді, жұмсақ мақтай бергенді жақсы көреді да. Сөйтіп мотивация беріп, жаңағы өзі сен батырсың, сен азаматсың, сен балалардың әкесісің, сен данасың, сенен басқа ешкіміміз жоқ, диванда жатса да сен рахмет, осы жатқаныңа рахмет деп, әйтеуір мақтап тұрғызудың амалын жасау керек. Немесе білмеймін, енді шөтетін тамақ беру керек, әйтеуір не керек, тұрғызу керек, әйтеуір. Тұрса ары қарай еркек әрекет жасайды. Оны тұрғызып, оған серпін беріп, оған үміт беретін қашанда жары болады. Үстінің киімін қағып, таза көйлек кигізіп, ақ шұлығын кигізіп, қандай ауыр жұмыс істесе де, еркектің жағасының ақ болуы, шұлығының ақ болуы жүректің ағарына алып келеді. Ал жүректің ағару ойдың тұнықтығын алып келеді. Ойдың тұнықтығы әрекеттің жаңа талпынысқа алып келеді. Мейлі ол, мен бір азаматты білетін едім, ол азамат кейде жұмысы болады, кейде жұмысы болмайды. Бірақ соның байып, үлкен салауатты болып, үлкен әлеуетке жетуіне соның Құдай қосқан жары себепші болды. Қазақ дұрыс айтқан ғой, дүние таппайтын еркек болмайды, құрарын айт дейді. Сол келген дүниені құрап, бірді екі қылып, еркекті әрі қарай жұмысқа бой түзетуге, соған әрі қарай әрекет жасайтын Құдай қосқан жары болады. Қазір енді сонда не әрекет ете беруіміз керек па десек, әлбетте адам бұл өмір содан құралған. Бір-біріне демеп, бір-біріне құрап, бір-біріне жалғап, бір-біріне сөз көтеріп, сол жаңағы сөзбен жалғауменен ары қарай адам талпынады. Баланың өзін жақсы болу үшін мақтайды ғой. Тура сол сияқты қазір адам жүректері нәзік, бала болып қалған ба, сондықтан мақтап, сенікі дұрыс, Алла саған өмір берсін деп сөйтсе жақсы болады. Еркекті демеген Құдай десе әйелдің ісі ілгерілейді. Қымбатты радио тыңдаушы, біз тікелей эфирде жұмыс істеп отырмыз. 8-700-101-40-00 студияның телефоны. Егер сұрақтарыңыз болса, осы нөмірге WhatsApp желісіне жолдаңыздар. Қазір музыка тыңдайық, содан кейін эфирімізді жалғастырамыз. Көздің кереметін музыкамен сезінгің келсе, JJFM қосулы болсын. Әр шаңырақ бір әлем. Ал ол әлемнің өзегі, мейірім мен сенім, киелі кеңістік, отбасылық руханиятқа арналған сырлы сағат. Достар, JJFM-де киелі кеңістік бағдарламасы, микрофон алдында Ділбар Ерсайынқызы және Ырыскелді Қажы мешітінің бас имамы, теолог, психолог Нұрлан Байжігітұлы. Хабарымызды жалғастырайық. Біз жалқаулық туралы айтып отырмыз және жалқаулықты жеңетін еңбек туралы айтып отырмыз. Өйткені еңбек, яғни ұлы атамыз Әл-Фараби айтқандай, бақыттың кілті еңбекте, демек бақытты болғыңыз келсе, еңбек етуге тура келеді. Солай емес пе? Бізге кеп түскен тағы бір сұрақ бар. Ательеде сәлеметсіздер ме? Ательеде тігіншімін, 2 клиентім дейді, киімін тіктіріп алып, ақшасын үйге барған соң берем деп мені алдап кетті. Осындай кісілерге сеніп қала берем, қандай ақыл қосасыз Нұрлан аға дейді. Негізі барлығымыз естіп өскенбіз хадисті, бала кезімізден адамның маңдайы тер ақысы, құрғамай тұрып ақысын беру керек. Енді не істейсіз, адамның деңгейі, мәртебесі сол болса, енді жақсы емес шығар. Бірақ өз ақыңды жегізіп қойып отыру да жақсы емес. Біз зайырлы, құқықты, демократиялы елде өмір сүреміз. Сондықтан бізде барлығы заңмен қорғалады. Еш уайымдамаңыз. Ақыңызды 10 теңге бола ма, 100 теңге бола ма, 1000 теңге бола ма, өндіріп алу керексіз. Біліңіздер, мынау кезінде үлкен бір сахаба Омар келе жатса, бір бала төбелесіп жатыр дейді, 2-3 бала.
соны алып жаңағы бүйтіп ортасын ажыратып болып неге төбелесіп жатсың десе, анау айтыпты 1 теңге сұрапты депті мені, 1 теңге. 1 теңгеге бола төбелесіп жатырмын деп айтады. 1 теңге үшін осынша таяқ жейсің бе десе, өзінен кіші екен. Мәселе 1 теңгеде емес, менің намысымда деген екен да. Сондықтан тап сондай, сіздің анау 1 теңгеңіз болса да ол сіздің маңдай тер ақыңыз. Бірақ енді шектен шықпастан, ана біреуді әдепке шақырам деп жүріп, өзің әдептен шығып кетпе деген ұлағат бар. Біреуден 1 теңгені талап етем деп, жаңағы одан 100 мың теңге өндіру бұл жақсы нәрсе емес. Тек ақыңызды алған бұл дұрыс. Бірақ айтайын дегенім, мына сіз тігіншілік отырған жерде бейнекамералар бар. Құр сөз емес, барлық жерде бейнекамера болу керек. Сонда біздің құқықтық мекемелерге полиция болады, басқа прокуратура, әйтеуір не керек, ақыңызды өндіріп беретін адамға хабарлассаңыз, заң сіз жағында. Біз тек қана құқығымызды дұрыс қолдана білуіміз керек. Біреуге арыз жазып, біреудің өмірін қинау үшін емес. Біз шын мәнінде демократиялы елде өмір сүреміз ба, сол құқығымызды пайдалануымыз керек. Одан еш қамықпаңыздар. Келесі сұрақ, сәлеметсіздер ме? Мен кейде өзімді де жалқау сезінем, істегім келеді, бірақ қолым бармайды, бәрін кейінге қалдыра берем. Бұндай кезде ішкі жалқаулықпен қалай күресуге болады? Үлкен мақсат жоқ. Үлкен мақсат қоймаған адам жалқаулықтан оңайлықпен шыға алмайды. Үлкен мақсат қойсаңыз, ірі мақсат. Сондағы ортадағы сізге келген проблемалар оны әрқашан баса алмайтын болады. Мақсат кішірек болса, әйтеуір бір бүйтіп алсам екен, әйтеуір бір күйеуге шығып алсам екен, әйтеуір бүйтіп кішкене бір однокомнатный бір жерге кіріп алсам екен деген мақсат қоймаңыз. Ірі мақсат қойсаңыз, үлкен мақсат қойсаңыз, сонда сіз толассыз келген қиыншылықтарға, жалқаулықтың бір сипаттамаларына, біреудің түртпектеріне ешқашан ілеспейтін боласыз. Ал енді біз өзіміз әзер ғана мына жақын жерге жетіп алайын, соң қалғанын өзім шешіп аламын, әйтеуір ар жағын бір Құдай береді ғой, әйтеуір ертеңгі күн келеді ғой деген бір алдамшы сезім бар. Жоқ, мына ұлағатты дүние бар ғой, бұл хадис керек десеңіз, біздің қазақтың ұранына, өмірлік қағидамызға айланған. Ешқашан өлмейтіндей әрекет етіп еңбек ет дейді. Үй салсаңыз сондай қылып салыңыз, сол үйде мыңдаған ғасырлар бойы ұрпақтарыңыз тұрсын. Фундаментін білмеймін, 6 метрді кең қылып салыңыз, ішінде бөлмелерін кең қылып салыңыз. Баяғы мысалы анау бізде қазір көп аздау сақталып қалды. Европаға барсаңыздар, ана замықты деген дүниелер бар, қаншама 100 мыңдаған жылдан бері тұрған замықтар бар. Граф бір нәрсе дегендер. Неге салды солар? Ұрпақтан ұрпаққа қалсын. Әлі күнге дейін фундаменті шөкпеген, әлі күнге дейін қирамаған, орталары сызат беріп жарылмаған ғимараттар тұр. Неліктен? Өйткені кейінгі ұрпаққа қалсын деп салды. Біз әйтеуір өзіме жетсе болды, ар жағы не болса болсын. Жаңа Помпадур сияқты менен кейін су басып кетсе бата берсін. Бұл дұрыс нәрсе емес. Ал енді құлшылыққа дейді, қазір өліп қалатындай әрекет қылу керек. Мына соңғы намазым, соңғы дұғам, соңғы ғибадатым, соңғы ана бір адам айтады, намаз оқысам болды есіне берем деп. Сен соңғы намазым деп оқы. Тамақ ішкен кезде ең соңғы тамағым деп ішсеңіз қалай ішесіз? Сондықтан әрекетті содан бастау керек, сонда жеңу жеңіл болады. Тағы бір сұрақ, Нұрлан аға, сәлеметсіз бе? Қызым әлеуметтік желіде көп отырады, онлайн ақша табам дейді, бірақ нақты әрекеті жоқ. Осы виртуалды өмір адамды шынайы еңбектен алыстатып жатқан жоқ па? Осы виртуалды өмірден, яғни онлайннан кәсіп қылып, бар еңбегін, тоқымасын, ғылымын, білімін, математикасын оны сатып, кәдімгі онлайн ақша тауып жатқан, TikTok әлемінен басқа жерден тауып жатқан бар, бұл адал. Бұған ешқандай мәселе жоқ. Бұл жерде алдау жоқ, кәдімгі еңбек жасауды көрсетеді. Тек қана сондай балаңыз сондай көріп жатырмын деп, соңғы кезде қылмысы өдеп тұрған есірткі мәселесі. Бір жерден бір жерге салып қой, мынаны мында жөнет деген экстремистік ойлар. Немесе шетелден тарап атқан азаматтардың солардың пікірлерін, немесе өзі жалқау болып, және тағы да біз айтып отқан тақырыпқа арқау болып, жалқаулыққа ғана өтіп кетпеу керек. Қазір онлайн казино дегендер шықты. Қазір мынау біз ел болып, мемлекет болып, мына казиноны сәл шектейміз десек, ойын құмарлықты. Енді онлайны шықты бұның. Тек қана онлайн арқылы салу. Сондықтан балаңыз біріншіден не көріп атқанын қараңыз. Онлайн дүниесін. Біздің мен жуырда ғана өткен жұмада осы Жібек жолы арнасындағы жүрек сөз бағдарламамды осы туралы жарты сағат көлемінде артығыменен айтып түсіндірдім. Не істеуіміз керек, қай жерде қарауымыз керек, қай жерде бақылауымыз керек. Баланың ол ісі бала ғой. Мысалы бала ертең чипсы жеймін, әбетте керешке жеймін, кешке кола ғана ішемін, тамақ ішпеймін десе, балаңыз аманатыңыз өліп қалмай ма?
иә. Сондықтан баланың денсаулығы сізге аманат болған сияқты, баланың өмірі, қалыптасуы, өмірге бейімді болуы, біз жоқ болған кезде балаңыз бұл өмірде болады. Сол кезде қандай болады, сол кезде заман қандай болады, сол кезде оның қолына жаңағы мүмкін мына телефоннан нәсіп таппайтын заман болатын шығар, мүмкін қолына бір еңбек келу керек шығар. Еңбек түбінде бәрібір жеңеді ол. Онлайнға сіз қанша байлансаңыз да, онлайн жұмысыңызды қанша жасанды интеллектпен жасасаңыз да, түптің түбінде қолда бір кәсіп болу керек. Жер қазалатын, білмеймін, тоқ жөндей алатын. Қазіргі көп кейбір жігіттердің өзі мына жанып тұрған лампочкасына, жарықтың лампочкасын өзін ауыстырамайды. Әйелін айтады, көп кезде әйелдер ауысып, біз қазақпыз ғой, ет бұзып табақ тарта алмайтын балаларға шығып жатыр қазір. Бұлар не нәрсеге барып тіреледі түптің-түбі? Әйелін айта ма? Табаққа да, анда да, мында да, ертең мал союға ғана әйел араласса, сонда еркек не үшін еркек болды деген сөз болады. Сол үшін еркектікті ұл баланы әсіресе мына қоғамға, табиғатқа, жауаптылыққа, экологиялық жауаптылыққа үйрету керек. Телефон болу керек. Ешкім оның мына телефон арқасында ғой біз қазір тікелей эфирге шығып отырғанымыз. Бұл қажетті дүние. Бірақ бұл өмірдің мәніне айланбау керек. Мен осыған бірнеше жыл бұрын жүрегім ауырып көз куә болғаным, бір қыздың бір эксперимент па, бір қыздың қоғамдық көлікте телефон жоғалтып алады, қымбат телефон. Сол кезде жаңа қыздың ботадан боздап жылағанын көріп таң қалдым. Бұл соншама дәрежеде өмірдің мәніне айланып кетті. Бұл телефонды мен ұрлықшы деп айтамын. Уақытты ұрлаушы, өмірді ұрлаушы. Өмірді ұрлап жатыр. Бізді мен бауырмашылығымызды, бір-біріміздің жүзімізге қарауымызды, ертең адамның бетін көру арман болады бізде. Көре алмай кетесің соны. Әйтеуір телефонмен бір-бірімізге қалайсың, оның өзіне уақыт табылмай қалады. Сондықтан бұл шын мәнінде қоғамның зары, мұңы бұлай қарағанда. Бірақ біз осыны қолдана отырып, өзіміздің ұлттық құндылығымызды, еңбекті, адалдықты, жалқаулықтан алыс болуды, одан кейін мына қылмыстарды мүмкін бар болса жариялап, жоқ қылмыстарды жаңағы арандата бермей, одан кейін мынау жалған ақпараттарды таратпай, елдің ішіне хаос, әртүрлі нәрсені салмай, кәдімгі әл-фитна дейді, фитна шығармайтын, оны қоздырып фитна бәле шақырғандарға Құдайдың қарғысы болсын дегенді ұмытпау керек. Сондықтан балаңыз, бұрынғы қазақтың жақсы мақалы бар ғой, балам үйде, қылығы түзде деп. Қазіргі балалардың қылығы түзде емес, қазіргі балалардың қылығы интернетте, телефонда. Сондықтан телефонына бір қарап қойсын. Не істеп жатсың балам, әке жібер деп бір тексеріп қойыңыз. Күшіңіз барда, күшіңіз жоқта, ертең ие бола алмай қаласыз. Тағы бір сұрақ келіп түсті. Жұмыста кей әріптестерім бар дейді. Уақыттары көп, бірақ істегені аз. Соңында бәрібір еңбекті бір-екі адам ғана арқалайды. Осындай еріншек ұжымда өзімнің еңбекқорлығымды қалай сақтай аламын, және бұл әділетті ме дейді. Әлбетте ол әділетсіз. Мен сізге олай емес, былай деп айтайын. Мына біз күзетші, қарауыл дейміз ғой. Біздің күзетші, қарауылдардың жұмысы өз атының өзі айтып тұр. Күзетші. Ол ұйықтамай, көз ілмей күзету керек. Біздің күзетшілер есті жауып алып ұйықтайды. Біздің бірінші осы жерден басталады. Сондықтан әлбетте бір ұжымда егер бұрыннан келе жатқан дүние, осындай мынау біздің көп деген мемлекеттік мекемелердің өзіне тиесілі, жай фирмаларға да тиесілі, ішінде бір-екі адам жұмыс істейді, қалғандар жатып ұйықтайды өзі. Өткенде мен айтып едім, енді бір жақ қалжың қылып, Қазақстанда өзі 2 адам жұмыс істейді, біреу президентіміз, екіншісі мен деп айтып едім да. Сол сияқты 1-2 адам жұмыс істеп, қалғанның бәрі жатып ұйықтайды. Өз ереже сол. Қазіргі болып кеткен ереже. Бірақ ол дұрыс нәрсе емес. Десе де кейбір адамдардың майда жұмыстары көрінбей де қалатын жайы бар. Ол мүмкін жаңағы үлкен бір Әзірбайжан халқының, біздің бауырластарымыздың бір сөзі бар, яумаса да қорылда деп, яғни жаумаса да гүрілдеп анау күн күркірейтін бар ғой. Сол күркірейсе де жұмысы жоқ деп, ана қазақ айтады ғой, айдағаның 5 ешкі ысқырғын жер жарады деп. Тура сол сияқты. Бірақ бұндай ұжымдарда егер сізге салмақ болатын болса, сіздің бұл кісінің ренжуі білесіз бе не нәрсеге? Демек сізде міндетсіну бар. Мен жасадым, неге сен жасадың? Егер сізде міндетсіну болмаса адамда, мен жасап жатырмын, сіз жасай бересіз. Сұрамай-ақ жасай бересіз. Өйткені сіз сол жұмысыңыздан өзіңіз ләззат аласыз. Ал енді сіз бастыққа көріну үшін, біреуге жағымпаздану үшін, сізге артығырақ айтсын, менің еңбегім көп өтті деген сияқты болатын болса, сізде реніш көбейе береді. Ертең жұмысыңыздан да ләззат ала алмай қаласыз. Сондықтан істегеніңізді Алла үшін істей беріңіз, Құдай өз нәсібін береді. Ал егер жаңа сияқты әділетсіздік болса, сіздің арқаңызда біреу нан жеп жатса, онда айтып ескертіп, мүмкін басқа да жұмыс қарап көрген дұрыс шығар. Әлбетте, бірақ дұрыс нәрсе емес, біреудің ақысын жеу. Ауылда тұрамыз дейді, көршімнің малы жоқ.
қазір бәрі дайын, не керек сатып алам деп өзі жұмыссыз болса да дайын асқа тік қасық дейді. Және бізден келіп қарыз сұрай береді, тамақ сұрай береді. Осындай көршіммен қалай тату болуға болады дейді. Татулық деген оны құшақтап сүйісу емес. Татуластық деген амандасу ғана. Дұрыс амандасу. Қазақтан қазіргі барлығымыз ресторан тойға барғанда, отырыстарға барғанда бір тос сөйлегенде бәрінің бір күшті сөзі бар ғой. Бірақ ол сөз бізде жүрмейді, бірақ жүрмесе де соны айтады елдің бәрі. Ескірмейтін бір сөз. Сәлеміміз түзу болсын дейді. Иә. Сол сәлем түзу болды. Амандасыңыз, сәлемдеспе, па, амансыз ба, здрасте, добрый вечер. Сонымен бітті мәселе. Ары қарай оны жаңағы өткізудің қажеті жоқ. Мен бүттім де сөйттім деп. Енді ондай көршілерменен бере беруге, масылдыққа үйретуге, одан кейін барып жатып шерлікке, қазір мына қоғамнан қарыз сұрап, әркімнен ақша алып, мемлекеттің қаражатын сұрап қайта, яғни баланың берген жүргек пұлын, немесе жаңағы баланың келешектегі жаңағы мынау жиналатын ауру балалардың зейнетақысын, үлкен адамдардың өз зейнетақысын, оны орынсыз пайдаланып, ертең соны шашып, қайтадан мемлекетімізге, қайтадан біреуге телміріп қалу керек. Түбі бәрібір ол біздің азамат болғанын мемлекетке түседі оның салмағы. Сондықтан да құрметті ағайындар, біз жаңағы жалқаулық қалып келетін, түбі жалқаулық қалып келетін барлық нәрседен қашуымыз керек. Мына мысалы оңтүстік Кореяға бір барғанымда, Сеулдың өзінде ақсақалдар жұмыс істемей, кәдімгі пенсияға шыққан, зейнетке шыққан ақсақалдар өзі жилетка киіп, үстіне сары жилетка, көшеде сыпырып жәрдем береді. Сіз көрдіңіз бе, бізде осындай бар ма өзі? Жоқ. Біз бәріміз телміріп отырамыз баламызға, ананың мойнына, мынаны мен бақтым, келін сен мені бағу керексің. Бала өзі жұмыстан басы көтеріле алмай жүр. Одан кейін ең қызығы соның бәрін қоғамдық негізде жасайды. Үйде жата бермейді. Үстіне және жилет тағып, мен өзім көзіммен көргенде айтып жатырмын. Содан кейін мынау үйлердің, көп қабатты үйлердің мына паркингтің астынан көлік шығады ғой. Соның алдынан адам өтеді. Жол. Сол жерде жилет киіп алып, шығып келе жатқан машинеге жаңағы белгіні ұстап тұрып, тоқта адам келе жатыр деп оны өткізіп, содан кейін барып көлікке жол береді. Ал біздің жаңағы ақыл айтқыш кісілеріміз, аталарымыз, қолы бос аналарымыз отырып алып, кейбір кезде үлкен кісілер отырып алып есік алдында өсек айтып, ананы жамандап, мынаны жамандап, үкіметті саралап, президентті саралап, өткен үкімет, қазіргі үкімет деп бөліп отырса, біз балаларымыз не тәлім алады? Осында біздің өскеніміз, дамығанымыз осы ма? Жоқ, мен істедім, енді маған беру керек деген жоқ. Адам дүниеден өткенше еңбектену керек. Еңбек ол түбі үлкен дүние. Аз болса, қолынан түк келмесе, ең болмаса жүре алмайтын, әйтеуір шамасы жетпейтін болса, онда жақсы сөз айтуға шақырам. Балаларға дұрыс мотивация беруге шақырам. Балаларын еңбектікке, адалдыққа шақыру, жатып шерлікке емес. Дініміздегі ең жексұрындық дүние, қарабеттік дүние, ол жаңағы масылдық біреуге тәуелді болу. Сол үшін осы дүниеден алшақ болса, адам қашанда дамиды, алға басады. Хабарымызды енді еңбектің екі дүниедегі берекесін айтып түйіндейікші. Алланың алдында еңбек деген адам бірінші мынаны түсіну керек, бұл Құдайдың парызын орындайды. Өйткені Алла тағала жеуді, ішуді, әрекет етуді, отбасын бағуды, кәсіпті болуды, Дәуіт пайғамбар темірші болған, адам ата егінші болған, әйтеуір пайғамбар атаулының барлығы Мұхаммед саллаллаху алейхи пайғамбарымыз сауда жасаған білесіздер. Сондықтан адамның басында бір кәсіп әрекет болу керек, жатып жер болмау керек. Бұл бір. Екіншісі, бұл дүниедегісі. Алланың алдында да соның сауабы бар. Сіз ойлап қалмаңыз, мен тек қана тауып жатсам, бәрі елдің естіген, соңғы уақыт мен жиі аузымнан түспей жүрген айтып жүрген хадистің біреуі, адамның қолынан берілген ең үлкен садақа, маңдай термен өзі тауып, әйел бала шағасының аузына салған дүние садақаның ең жоғарғысы болады. Демек, бұның түбінде не тұр? Бәрібір еңбек тұр. Сол еңбек садаққа беріп жатсыз. Садақа деген жаңа миллиондап шашудың емес. Қазір анау кейде таңғалам, ана көмек сұрап келген адамдардың артынан келіп, алдынан келіп бүйтіп қарасақ, қымбат көлікпен келеді да. Мейлі таксимен ақ келе қойсын. Таксимен келсе адам таксиге төлеген ақшасын төлемей-ақ, сол ақшаны өзіне жаратуға болады ғой. Жоқ, көрдіңіз ба? Демек, адам одан кейін аяқ қолы сау бүтіндер адамдар, біліңіздер, сіз біреудің ақысын жеп жатсыз. Мүмкін біреуді алдап жатқан шығарсыз, бірақ Алланың алдында бәрібір арам жегенсіз. Арам жеген адамның намазы қабыл болмайды, дұғасы да қабыл болмайды. Және ол сол жаңағы қырсықтан, сол тәуелділіктен, сол тілемшіліктен ешқашан шықпайды, шыға алмайды да. Өйткені оның ар намысы жыртылып кеткен. Бұл бір. Енді Алланың алдында адамның кезінде сахабалардың әйелдері айтады екен жаңағы жолдастарына, сен адал маңдай теріңмен бізге тауып кел. Өйткені біз аштыққа шыдасақ та Құдайдың азабына шыдай алмаймыз деп жарына сондай жаңа серпін мотивация береді екен.
Сондықтан қайдан алдыңыз, адал ма, адалдық дүниесіне? Бір әйел айтыпты ғой, еңкейсем құсқым келеді, шалқайсам басым айланады, қол аяғым ісіп, мына қабағым тартылмай жүр, тек қана тамақ ішкенде жақсы сезінемін өзімді депті ғой. Сол жаңағы тамақ ішіп тек қана жатып ішер болса, адам осы күйге түседі. Тек қана тамаққа ғана алдын әкеп беру, яғни біреу тәуелді болу, біреу қызметші болу. Сондықтан аз болса да тәрек етеді. Одан кейін бұдан құтылудың жолы әлбетте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дұғаны үйреткен. Алла аузында Алланың кәламі, алдындағы үлкен үміті. Одан кейін мынау өткен өмірмен мақтанбасын. Өткен өмірмен мақтану жалқаулықтың бір баспалдағы. Мен баяғыда осындай болғам, баяғыда сондай болғам, баяғыда генерал болғам, сол кезде сұмдық болғам, мешок ақша көтергем дегеннің бәрін айтты ма, адам жалқау деген сөз. Және баяғыда менің ата-бабам бай болған. Ол өткен. Енді кім сенің қолыңды кім байлап жатыр? Неге сен оқымайсың? Неге сен талым? Атаң ол атаң өз дәуірінде жасады, еңбегін етті, ұрпақ үшін енді білмеймін. Бізге осынша ұлан ғасыр байтақ жерді алып берді. Сөйтіп елге әңгіме қылған адамдардың үйіне барсаң, үйінің алдындағы есік алдында тұрған бір гүлазардың ішіне гүлі кебейді ғой. Гүлазардың ішіне анау тіпті жеріңіз сор болатын болса, анау қаппен мешекпенен су не сатылады ғой. Дайын топырақ, чернозем дейді ғой. Соны ексеңіз кім қой деп жатыр? Мейлі үлкен бақша егемайтын шығарсыз, бірақ соны істеуге болады. Ал енді оны да істей алмай жатып қалған адам болса, ең болмаса тілі, жүрегі гүлазар болса, одан ешқашан тілазар бала дүниеге келмейді. Сондықтан еңбек құмарлық, еңбек қорлық бұл жақсылық қалып келеді, және Алланың алдында жеген наныңыз адал болып, ғибадатыңыз таза болып, дұғаңыз қабыл болуының бірден бір себебі осы. Тамаша. Қымбатты радио тыңдаушы, еңбек қашанда бағалы, еңбек еткен адам абыройлы, сыйлы, құрметті. 2025 жылды ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялады, және бұл да бір еңбек адамына берілген үлкен құрмет, баға, еңбекті дәріптеу. Қымбатты радио тыңдаушы, хабарымызды Ұлы Абай атамыздың өлеңімен бастаған болатымыз. Шынымен 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз деген еді Хакім Абай, және бізге де сол 5 дұшпаннан сақ болуымызды айтып кеткен. Сол 5 дұшпаннан сақ болып, 5 жақсыға ұмтылайық. Киелі кеңістік бағдарламасын жүргізген Ділбар Ерсайынқызы және Нұрлан Байжігітұлы. Аман сау болыңыздар, баршаңызға құт береке тілейміз.